Зайырлы қоғам, жоғары руханият, бір-бірімен тығыз байланыста, елдің дамуына ықпал ететін құндылықтар. Жалпы зайырлық дегеніміз әр адамға дүниетанымдық тұрғыда еркіндік беру. Зайырлы елде дін мемлекеттен бөлек, бірақ қоғамнан, халықтың болмысынан, тұрмыс тіршілігінен ажырамайды. Қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтардың бірі зайырлы қоғам мен жоғары руханият. Қазақстан бүкіл әлемге дінаралық келісім мен ұлтаралық татулықтың жарқын үлгісін көрсетуде. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша біздегі барлық діни бірлестіктердің құқықтары бірдей, және олардың қызметі мемлекет тарапынан реттеліп отырады. Ал ислам ғасырлар бойы қазақ халқымен біте қайнасып келе жатқан басты байлығымыз. Табиғатымызға жат, ел ішінде іріткі салуды көздейтін теріс пиғылды ағымдарға қарсы күрес тоқтамақ емес. Қоғамда зайырлық қағидаттармен қатар діни қызметте өз арнасымен жалғаса береді. Оның насихатталуы мен нығаюы Қазақстан дамуының басты нәтижелерінің бірі. Өйткені дінде тұрақтылық пен бірлікке қызмет ететін аян. Осы тұрғыдан алғанда еліміздің тұрақтылығына, дамуына, береке бірлігіне нұқсан келтіретін жат діни ағымдардың алдын алу әрқайсымыздың негізгі міндетіміз. Дінтанушы Тұрар Әбуов. Адамгершілік, сыйластық, құрмет, келісім, имандылық, білімге құштарлық, еңбекқорлық, отансүйгіштік секілді асыл қасиеттер ата дінімізде, болмысымызда бұрыннан бар. Яғни дін руханияты дәстүрлі құндылықтарға негіз болады. Рух пен сана қауқарлы күш. Дінді берік ұстанған адам ерік жігерге, нақты сенімге, шығармашылық күш қуатқа ие. Рухани жағынан бай адамдар көп болса, елдің де іргесі берік. Мемлекет мақта. Біріккен бітірет, ұйымдасқан ұтат. Ортақ мақсат жолында жұдырықтай жұмылсақ, алынбайтын асу жоқ.